Егер сіз ноутбугыңызда бір программамен жұмыс істеп отырсаңыз, және ол программа кенеттен қатып қалса, яғни ол программаны жаба алмай қалсаңыз, онда панель задачқа барамыз, мышканы оң жағын басамыз, диспетчер задачқа кіреміз. Ары қарай істемей қалған программамызды таңдаймыз. Яғни бізде Google Chrome болсын делік. Белгілейміз де снять задачу дегенді басамыз. Осылай біз ол программаның толықтай жабылуын қамтамасыз етеміз. Және осыдан кейін ноутбугыңызды міндетті түрде перезагрузка жасап, ары қарай қайта сол программаны ашып жұмыс істеп кете берсеңіз болады. Тағы бір айта кететін жайт, мысалы сіз Word'та немесе Excel'де жұмыс істеп отырған болсаңыз, осы кезде программаңыз қатып қалса, бұл айнаны жасау дұрыс болмайды. Яғни сіз Word'тағы жұмыс істеп отқан барлық жұмысыңызды жоғалтасыз, немесе Excel'де де солай жұмысыңыз сақталмай қалады. Ол үшін сіз ең бірінші Word'тың өзі автоматически восстановление жасалған күтесіз, яғни 2-3 минутта күтесіз. Одан кейін восстановление жасалған жағдайда ең бірінші кезекте сохранить деген кнопканы басып сақтап аласыз. Негізі бұндайдың алдын алу үшін, яғни автоматом сохранение сақталу жасалып тұру керек. Ол үшін файлға кіресіз, параметрге басасыз, сосын сохранение дегенге басасыз. Негізі автосохранение деген өзі по умолчанию 10 минут болып тұрады. Бұл 10 минут деген өте көп. Сіз 1 минутқа қойсаңыз болады, немесе 2 минутқа қойсаңыз болады. Осылай окей деп басамыз. Яғни сіз жұмыс істей бересіз, жаңағы әр 1 минут сайын өзі автоматически сақтала береді. Осы кезде сіз жаңағы еңбегіңіздің жоғалтып алу мүмкіндігі аз болады. Excel'де де тура солай. Мысалы Excel'ді ашамыз, файл, параметры және сохранение деген кіреміз. Осы жерден де 1 минутқа өзгертіп қойсаңыз болады.